Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы сөз құрамы, түбір мен қосымша. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату, мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Кестеге қарайық балалар. Сіздерге түбір сөз және қосымша берілген. Қараңыздар, түбір күй, қосымша ш. Күйші, балық, балықшы, мақта, мақтаны, тау, таулы, ән, әнді, түн, түнгі, сиыр, сиырдың. Жаңа ақпарат. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Күн, жыл, спорт. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Күні, жылдар, спортшы. Түбірдің белгісін қарап алыңыздар. Күйші деген сөзде сіздерге түбір көрсетіліп тұр. Балалар, бүгінгі біздің өтетін мәтін тақырыбы шаңғы жарысында. Осы тақырып бойынша мәтін не туралы? Қалай ойлайсыздар балалар? Болжап көріңіздер өздеріңіз. Дұрыс айтасыздар, яғни шаңғы жарысы туралы, я балалар? Қазір мен сіздерге мәтінді оқып беремін, мұқият тыңдаймыз. Ертең жарыс болады деген күні аспанды бұлт торлап, түні бойы қар жауды. Келесі күні бұлт ыдырап, күн жарқырап ашылып кетті. Жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім, бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз, деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке артына қарағанда ол күлімсіреп қойды. Несіне мәз болады екен? Деді бұл ызалана. Ол алға ентелеп таяқты ышқына сілтеді. Бірақ Ержан сонда да қалысатын емес. Ол Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына рекорд, рекорд деп шулаған балалар елестеді. Балалар, мәтінде не туралы айтылған? Мәтінді өзің әрі қарай жалғастыр. Тәукенің бұдан кейінгі әрекеті қандай болады деп ойлайсың? Жақсы, балалар, енді осы мәтінде қарамен жазылған сөздер бар. Қанекей, қарайық қандай сөздер екен? Жарыс, күні, күн, жарысқа, Тәуке, Тәукені. Енді осы қарамен берілген сөздердің түбір мен қосымшасын ажыратуымыз керекпіз. Түбірін табайық, қанекей, қарайық. Жарыс түбірі. Күні дегенде күн түбір. Күн түбір. Жарысқа дегенде жарыс түбір. Тәуке түбір. Тәукені. Тәуке бұнда түбір. Жақсы. Келесі тапсырма. Өлеңді көшіріп жаз. 34-ші жаттығу. Өлеңдеріңізді дәптерге көшіріп жазыңыздар. Зуылдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап. Шаңғым асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Енді осы өлеңде қарамен берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратайық. Маңдайдан, маңдай түбір, дан қосымша. Шаңғым, шаңғы түбір, м қосымша. Қыраттан, қырат түбір, тан қосымша. Келесі сіздерге тапсырма ойын. Қоян қай сәбізді жей алады? Қанекей. Қоянда бізде сөз тұр, су деген, яғни бұл түбір сөз балалар. Енді оған қандай қосымшалар жалғауға болады? Қанекей, су, сын.
Суда. Сулы. Тамаша, балалар. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.